Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Өмірде мамандықтың сан алуан түрі бар. Әр мамандықтың өзіне тән ерекшелігі тағы бар. Әйтсе де мектеп қабырғасын аяқтаған сәттен бастап мамандық таңдау аса маңызды іс болғанымен, Мәдениет Өмірбекұлына қиынға соқпады. Себебі қоғамдағы сан алуан мамандықтардың ішінен жан-жақтылық пен білімділікті, ең бастысы мейірімділікті қажет ететін мұғалім мамандығының иесі атану бала кезіндегі арман еді. Рухани бай, ізденпаз, адамгершілігі мол, қоғам сұранысына жауап берер білімді шәкірт тәрбиелеу қызметін адал еңбекпен жүзеге асырып келеді. Шындығында мұғалім болу оңай болып көрінгенімен, нағыз ұстаз болу екінің қолынан келе бермесі анық. Ұстазды алтын діңгекке теңердім деп, ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин айтқандай, ұстаз жолы қиыншылығы мен рахаты бір басқа жетерлік мамандық атаулының ұлысы. Елбасы болашақтың кілті бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Жас ұрпақтың тағдыры олардың бойына білім мен ізгілік нұрын себуші ұстаздардың қолында. Тек жоғарғы сауатты, дарынды, әрі отан сүйгіш мұғалім ғана лайықты ұрпақты тәрбиелеп шығара алады деп, бірегей тұлға ұстазға деген құрмет пен ықыластың ерекше екендігін білдірген болатын. Әлемнің өзгеруін қаласан, сол өзгерістің алғашқысы өзің бол демекші, кез келген ұстаз соңғы ақпараттық технологияны еркін меңгерген болуы тиіс. Себебі үнемі өзгеріс үстіндегі жаһандану заманында ұстазға жүктелер міндеттің салмағы ауыр екені сөзсіз. Мәдениет Өмірбекұлы өткен тәжірибесін жаңамен ұштастыра алатын, кәсіби қызығушылығы жоғары, танымы биік, бастаған ісінің нәтижесін көре алатын, ғылыми зерттеу жұмыстарын таңдай білетін, педагогикалық үрдістің заңдылықтарымен етене таныс, оқытудың әдістемелік жаңалықтарынан хабардар, оқу үрдісін ізденпаздылықпен атқаратын өз ісінің шебері. Мәдениет Өмірбекұлының мұғалімдік мамандығын жүрек қалауымен таңдап, сол салада тер төгіп еңбек етіп жүргеніне 10 жыл болды. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол, жемісті жылдардағы ұдайы назарда жүрер ұстаздық ұстаныммен үнемі жаңалыққа ұмтылып, абыроймен еңбек етіп келеді. Әр оқушының бойынан жақсылық тауып, өрелі мақсаттарымен биік асуларға жетелеуде. Осынау жылдар ішінде Мәдениет Өмірбекұлы білім көтеру курстарына барып, білімін жетілдіріп келді. Атап айтсақ, тілдік құзыреттілік, үш тілділік курсы, бағдарламалау, робототехника, 3D үлгілеу курстары. Оның білім саласында оқушыларының және өзінің жетістіктері өте көп. Аудандық 7-8 сынып оқушылар арасында өткен жас информатик 2018 сайысында 7 сынып оқушысы Қабыкенова Елдана 3 орын, республикалық ғылыми жобалар конкурсының аудандық кезеңінде 8 сынып оқушысы Қабыкенова Елдана смарт себет жобасымен 1 орын алып, облыстық кезеңге өтті. Облыстық интеллектуалды үркер сайысында бірнеше оқушысы жүлделі орындарға ие болды. Аудандық жас информатик 2018 сайысында оқушысы Телімбетов Ахметжан 3 орынмен марапатталды. Дарын орталығы ұйымдастырған Вебрас 2017 сайысында бірнеше оқушысы жүлделі дипломдармен марапатталды. 7-8 сыныптар арасында өткен жаратылыстану математика бағыты бойынша юниорлық олимпиаданың аудандық кезеңінде оқушысы Ошанбай Нұрали 2 орын, 1-7 сыныптар арасында Зерде республикалық конкурсының аудандық кезеңінде робототехника бағыты бойынша оқушысы Қазтаев Аян радар жобасымен 3 орын алды. Жалпы білім беретін пәндерден 5-8 сыныптар арасында аудандық олимпиадада информатика пәнінен 7 сынып оқушысы Ошанбай Нұрали 2 орын, 8 сынып оқушысы Балқатай Мәлік 3 орын. Болашақтың іргесін бірге қалаймыз байқауының аудандық кезеңінде Кегел ринг бағыты бойынша 7 сынып оқушысы Рысқали Айзере 3 орын алды. Мәдениет Өмірбекұлының жетістіктеріне тоқтала кетсем, аудандық мектептер арасында өткен информатика пәнінен 8, 9, 10 сыныптарға арналған әдістемелік құрал дайындау сайысында 2 орын иеленді. Паскаль программалау жүйесі тақырыбында өткен аудандық олимпиадада 2 орын. Аудандық 5, 6, 7 сыныптарға арналған әдістемелік құрал дайындау тақырыбында 2 орын алды. Жігітке жеті өнерді аз демекші, жылда мұғалімдер арасында өтетін спартакиадада үздік ойыншы, үздік шабуылшы атағына ие болып жүреді. Аудандық білім бөлімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары да оның тынымсыз еңбегінің дәлелі.
Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн. Ұстаз жолы қиынырақ басқадан, сырлары көп, сыртқа әлі шашпаған, шаршаса да осы жолдың бойында қандай рахат, шын бақытын тапса адам.